Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен сіздерге жасырын сыдырма, яғни потайной замокты қалай тігуін көрсетемін. Ол үшін матамызды аламыз. Матамыздың түсі қандай болса, жасырын сыдырманың түсі де сондай болады. Матаңыздың ені замогыңыздан ұзын болса, екі шетінен бірдей қалдырамыз. Мына шетінен, сосын екінші шетінен өлшеп қалдырамыз. Менде матаның ені 80 сантиметр, жасырын замогым 60 сантиметр. Сол себепті екі жағынан, мына басынан 10 сантиметрден қалдырып, ортасына замогымды тігемін. Ол үшін бізге жасырын замок тігуге арналған арнайы лапканы қолданамыз. Неке. Жасырын замок тігуге арналған лапка арнайы осымен әдемі тігіледі. Замокты тігу үшін алдымен лапкамызды ауыстырамыз. Лапкамыздың киілетін жеріне кигізіп орнатамыз. Жібін астына өткіземіз. Енді матамызды, замок тігілетін екі матамызды алып, оң жақ бетін қоямыз. Оң жақ бетін қоямыз. Замогымызды ашып, біріншісін бірінші бөлікке, екіншісін екінші бөлікке тігеміз. Алдымен бірінші бөлігін тігіп аламыз. Ол үшін бірінші белгілеп аламыз матамызды. Екі жағынан бірдей қылып белгілейміз. Бұл замоктың тігіліп басталатын жері. Алдымен бірінші бөлігін тігіп аламыз. Замогымызды теріс қаратамыз. Тісі бетіне қарайды. Неке. Сызықпен бірдей қылып қоямыз. Замогыңыздың түсі қандай болса, жібіңізді де соған бірдей қылып таңдайсыз. Мен сіздерге көрініп тұру үшін, түсінікті болу үшін ақ жіппен тігіп жатырмын үстін. Енді замогымызды былай ашамыз. Жатқан замогымызды ашамыз. Көтеріп, тісін көтеріп тұрып, мына бірінші тесік, бірінші ұзыннан кеткен астында екі тесік, соң біріншісіне кигіземіз. Ине тістің түбінен тігілу керек. Тістің түбіне кіру керек ине. Түбінен инемізді қоямыз, басып кигіземіз. Енді бастап тігеміз. Енді бастап тігеміз.
Мінекей тістің түбінен тігіп шықты. Көрінбей тұрады. Енді екіншісін тігеміз. Екіншісін тігеміз. Ол үшін манағы матамыздың екінші бөлігін алып, белгіленген жерінен бастаймыз. Замауымызды теріс қаратамыз. Белгіленген жерге бірдей алып қоямыз. Енді екінші лапканың астындағы екінші тесікке тістерін орнатамыз. Замауымызды сәл қисайтып ашамыз. Түбіне дейін тігеміз. Енді жауып қараймыз. Енді мына ашық қалған жерімізді біріктіріп тігеміз. Ол үшін қайтадан лапкамызды ауыстырамыз. Екі басындағы ашық қалған жерін біріктіріп тігеміз. Лапкамызды кәдімгі лапкаға ауыстырамыз. Екі матамызды айқастырамыз бірге. Осылай қойып, екі басын бірге қосып, бірдей қылып, мына тігіске дейін, замок тігілген тігіске дейін тігіп шығамыз. Бірдей қылып ұстаймыз. Замокты сәл ашып жібереміз. Тігіске дейін. Енді екінші басын тігеміз. Оны да бірдей ұстап, замогымызды қайырып, тігіске дейін тігіп шығамыз. Замок тігілген тігіске дейін бірдей қылып.
мінекей осымен болды. Мына замок тігілген тігістерді оверлок машинаңыз болса оверлоктап немесе зигзаг машинамен тігіп шығамыз. Ұзыннан екі жағынан тігіп шығамыз. Жасырын замокты осы лапкамен тіксеңіз де болады. Бірақ мына лапкамен әдемі шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Және де достарыңызды біздің каналға жазылуға шақыруды ұмытпаңыздар.